тек қана бұл жерде қуаттың жеке мәселесі емес, біздің тілімізге қатысты, яғни тәуелсіздігімізге қауіп төніп тұрғандықтан адвокат қызметінде Қуат Ахметовтің адвокат ретінде қайтадан ертеңгі күннен бастап жалғастыратын болдым. Ең соңғы 5-ші пункт, түсінікті билік тарапынан, биліктің астауынан жем жейтін кейбір өсекші сайттар мен өсекші блогерлер тарапынан біздің жеке басымызға неше түрлі жалаң өсектер қаулайтындығы түсінікті. Олар ешқайсысына назар аудармаңыздар. Тіпті назар аударсаңыздар да сіздер жеке бізді қолдамай ақ қойыңыздар, бірақ біздің идеямызды қолдауға шақырамыз. Өйткені біздің идеямыз біреу, ол қазақтың тілі. Болды. Қазақ тілі үшін барлығыңызды осы біздің идеямызды қолдап, осы біздің жұмысымызға атсалысуға шақырамыз. Құспан Абзал, қоғам қайраткері, Батыс Қазақстан облысы. Құспан Абзал, қоғам қайраткері, Батыс Қазақстан облысы. Осы тіл үшін нағыз күресіп жүрген, көшеде жаңағы қан майданның ортасында жүрген бауырымыз отыр осында, тіл майданын болған. Қуат Ахметов бауырымыз. Тіркелушілерім бар, халқым бар, соларға уәде бергенмін. Марғұлан Боранбайымыз ағам шыққанда су өзінде алам. Сондықтан мен бас тартамын. Мынаны саған сақтап қойыңыз болды. Жақсы. Ана